48 sessiyaga Oltay Muhammad'dan 11 депутат қатысып отыр. 2 депутат бокстар бар ма? Ularda kengес bekişi var. Ularda kengesi için Harun Kavaylı var. Hizmetliğinin dimağısında. Депутаттар көпшілігі қатысып отырғандықтан сессияны ашуға толық мүмкіндік бар. Қалай қарайсыздар? Сессияны ашылсын демейміз. Депутаттың дауыс беруі. Жақта мақұл деп дауыс беруі. Қарсы қалышы. Ендеше 8-ші арқылар аудан мәслихатының кезектері 48-ші сессиясын ашық береді болды. Құрметті әріптестер, аудан мәслихатының кезектен тыс сессиясының жұмысына аудан әкімінің орынбасары Асқар Базарбайұлы, аудан әкімінің аппараты басшысы, аудан әкімінің тиісті бөлімдері мен қала әкімінің орынбасары қатысып отыр және мекеме кәсіпорын басшылары қатысып отыр. Бүгінгі сессияның күндерінде ұсынылған мәселемен таныстырып өтейін. Негізінен қаралатын мәселеге қатысты шешім жобасы өздеріңізге берілген. Жаңа өткен тұрақты комиссияның бірлескен отырысында алдын ала талқыладық. Сессияның күн тәртібінде бірінші Талас аудандық мәслихатының 2024 жылы 25 желтоқсандағы 2025-2027 жылдарға аудан бюджет туралы нөмір 33-6 шешімдерін өзгерістер енгізу туралы, екінші Қаратау қаласының бірқатар құрамдас бөліктерін қайта туралы. Қабылданған күн тәртібіне қосымша қандай ұсыныстарыңыз бар? Жоқ болса, сессияның күн тәртібін бекітуді дауысқа қоямын. Жақтар қарсы қалышы бір ауыздан, яғни 48-де бір шешім бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібінің мәселе бойынша тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында хабарламалықтарды алдын ала тыңдап, қайта тыңдаудың қажеттігі бар ма? Жоқ, да? Егер тыңдаудың қажеттілігі жоқ болса, күн тәртібінің мәселеге қатысты шешім жобалары сіздердің уақыттеріңізде бар. Бірінші мәселе, яғни Талас ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы 2025-2027 жылдардағы аудандық бюджет туралы нөмір 33-6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы 48-де 2 шешімді бекітуді дауысқа қоямын. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақта қарсы қалышы 48-де 2 шешім бекітілді. Олар қатысылған күдері пенсиондар бар ма? Бар, материалдар бар. Күн тәртібіндегі екінші мәселе, Қаратау қаласының бірқатар құрамдас бөліктерін қайта атау туралы нөмір 48-де 3 шешім бекіту бойынша депутаттардың дауыс берулерін сұраймын. Жақта қарсы қалышы бір ауыздан 48-де 3 шешім бекітілді. Осымен ауданның мәслихатының кезектен тыс 48-ші сессиясының қарауына ұсынылған мәселелер толығымен талқыланды. Тиісті шешім қабылданды.